Армысыз көрермен, бұл бірге бір бағдарламасы. Бүгінгі біздің студиямыздың қонағы армлифтингтен тұңғыш қазақ әлем чемпионы, спорт ардагері, зейнеттегі полицей Мұрат Нұрғазин. Студиямызға қош келдіңіз. Қош көрдік. Құрметті спорт сүйер қауым, бағдарламамыздың демеушісі Олимпет. Мұрат аға, күні кеше өзіңіз сонау өте қауіпті әдісті жасап, өзіңіз рекорд қойдыңыз. Оны өткен ғасырда күш атасы Қажымұқан атамыз орындаған еді. Сіз соны қайта жаңғыртып отырсыз. Шын жүректен құттықтаймыз. Өте қиын болған шығар. Оның артында қаншама маңдай тер, дайындық бар, жарақаттар да бар шығар. Айтып берсеңіз. Әрине, әр нәрсенің өз қиындығы бар ғой. Бұл Қажымұқан атамыздың номерін жасау негізінен бұрында айтқан, енді тағдайда тоқталып өтейін, бала күнгі арманым еді. Енді біз кеңес дәуірінде тәрбиеленгендіктен біздің кезімізде ақпаратты кітаптан аламыз, газет журналдардан оқимыз. Ата туралы көп оқыдым, көп зерделедім өмірін, осы қойған номерларын. Одан соң енді іште ол ойланып, толғанып пісіп жүрді ол ой. Енді сонан соң кейін енді спортпен шындап келгенде бала күннен айналыстым, ес білгелі спортпен енді дос болдым десем артық айтпаған болар. Бірақ та енді кәсіби түрде айналысуға осы кейін 40 жастан асқан соң зейнетке шығып, ішкі істер органы ден қойдым спортқа. Онан соң біраз жетістіктерге жеттік. Енді халықаралық жарыстарда да күштік спорт түрімен айналыстым, күштік спорт түрінен. Онан соң неге осыны жасамасқа деген ой келді ішімде. Енді былай номерді қойғанда көзге оңай көрінеді оны. Шықты, жара салды нетті. Ал шындап келгенде қанша бетон жарылды, қанша рез мысалы беліміз ауырып дегендей, 100 келілік бетонды денеңізге қойып, оны 10 келік балғамен ұрып сындырылды, иә? Мысалы, қанша бетон кетті? Енді оны санап болмайды. Енді шын айтқанда басында сатып алып жүрдік, одан соң сатып алып өзіміз құюға да кірістік. Сондай жағдайлар болды. Онан соң бұл номерді дайындау үшін енді арнайы көбінесе жатқанда енді үстіне 100 келіні қойып сындыру үшін запаспен істеу керек дейді. Мен жаттықтырушым бұрын сөйтіп айтатын. 120, 110 келі, 130 келіге шейін барып салмақтарды көтеріп тұрдық. Стат нагрузка дейді ғой, орысша айтқанда. Сондай стат нагрузкадан мойынмен ұстап. Сондай дәрежеде істедік. Соңғы рез 3 ай қалғанда енді ананы айтты, генеральный репетиция сияқты. Соңғы рез істеп көрдік сол кезде. Енді ойдағыдай шықты, оны арнайы желілерге салдық, халық көрді. Бірақ біз негізгі шын мақсатымыз осы атамыздың номерін қайталап, ол кісінің келе жатқан 155 жылдық мерейтойына халықтың назарын аудару еді, үкіметтің назарын аудару дегенде. Мынау бетонның жартысы басыңызға түсіп кете жаздады. Әртүрлі жағдайлар болды. Осының алдындағы айтып отырмын, генеральный репетиция жасаған номерімізді байқап қарасаңыз, бетон аяғыма түсіп кетті мен. Түсіп кетті. Аяғыңыз қалай? Сондай сұрақтар болды. Анау енді кішкене қазақпыз ғой, қалжың аралас сөйлейміз. Мен айтам, аяғымдағы шұлық, нәскиім ғана жыртылды, аяғыма түк болған жоқ дейді. Сондай жағдай. Енді бұл жан-жақты қиын әрине. Бұл жерде ассистент дейді ғой, қастағы қолдаушы жігіттер, солардың да рөлдері маңызды. Уақытында алып, ұстап үлгермесе. Айтуға оңай ғой, бірақ жарақат болды ма? Жарақаттар әрине болды. Ол бел, мойын, әсіресе мойынға өте қауіпті. Енді шынын айту керек, бұл жерде мойында перенагрузка дейді, сондай көп болады мысалы. Егер дұрыстап жаттықтырмаса, мойынды дұрыс нагрузка бермесе, өйткені жарақат алып қалуға да болады. Жай сол тастың өзінен емес, мойынның өзін жаттықтырам деп қана. Сондықтан орысша айтқан тонкий грань надо изучать, сол жерін білу керек. Сондықтан сонымен қиын ғой бұл номер. Мақсат енді орындалды. Әрине. Неше жыл армандадыңыз, ойладыңыз? Енді өзім ес білгелі армандадым ғой. Осы кісінің көп күштік номерларын мысалы білемін, зерделедім. Енді қолымнан келгені, шынын айту керек, осы әркім қолынан келген жасайды ғой, өйтіп осыны ғана істедім, істемекші болдым деп өйтіп, енді артық кетіп бүйтіп мақтан алмай, қолдан келген нәрсені істеп, сол мен өзім мойын етім мысалы кішкентай кезімнен қатты жаттықтыратын. Гір тастарын мысалы
мойнымен көтеріп Өз мойныңызбен көтере бересіз, иә, кілтасты? Иә, видеода сондай видеоларым бар. Кезінде 15 тонналық арлан қарулы күштерге тиесілі көлікті арқанмен қозғалтқан екенсіз, иә? Басқа КАМАЗ, басқа техникаларды тартқан кезде, енді физиканың қарапайым заңдылығы ғой, анау техниканы қозғалтып алсаң инерциямен қозғалады ғой, ары қарата өз екпінімен. Ал ол үшін дөңгелек қатты үрлену керек. Ал бұл техниканың дөңгелегі қатты үрленбейді екен. Ол компьютермен реттеледі де, белгілі бір деңгейге шейін үрленеді, одан қарата үрленбейді мүлдемге. Сондықтан оны үдемелі дейді, постоянно. Ылғи денең неменде болады, орысша айтқанда напряжениеде, постоянно сөйтіп тарту керек. Ана инерциямен жүрмейді, постоянно өз күшіңмен тартуың керек те, сондай нәрсе екен. Бірақ та енді мен осы номерді көрсетердің алдында әкейме мақтанғам, әкеймен осы нені тартам қазір деп, техниканы көрсетіп, енді ол кісілер алдағы адам жаңа техниканы көрмеген ғой, бұл не нәрсе деп. Оның қасында өзіміз құмырсқа деген еміз, ана техникада үлкен К700 дейміз ғой, баяғы кировец трактор сол сияқты болып тұр ғой енді. Әй балам, қой сені тарта алмайсың, қолымнан келмейді дегендей. Онысын енді бірінші Бауыржан көрді, ол енді опытный тартып, нетіп, енді ол көрсетіп берді жол ашып бізге. Осын Арман тартты. Енді олар енді шынын айту керек, 100 келіден салмақтар асады. Арман досым мысалы 130 келі салмаққа өнер көрсетеді. Бауыржан да 100 келінің айналасында. Мен 75 килограмм. Техника 15 тонна. Онан соң енді көрейін дедім, енді осын Бауыржан бірден видеоға түсіре бастады. Енді әкейдің айтқан сөзі бар, әй қой қолымнан келмес деген. Мен оған айтқам, мен тартып намысқа тырыстыңыз. Иә, намысқа тырмыстым. Онан соң тартып болғаннан соң елдің сұрағы қалай енді орысша сұрап жатыр да, енді көбінесе каково ваше ощущение? Ощущение, как будто по мне поезд проехался. Ол қалай дейді, поезд жүріп өткен дейді. Мен айтам, ана арт жақта техника тұр, алдыран мен неменен тартқан кезде, ана радиатор арасы ашылады ғой, шиқылдап позвоночник. Солардың бәрі бүйтіп ашылғандай болды деймін. Оның соң тартып, сонда да енді сол жерде не бел кетеді, не белбеу кетеді деп бәрі намысқа тарсып, сол жерден бірінші отрывной точка дейді ғой. Қанша метр сүйредіңіз? 15 метрге тарттық. 15 метр жерге тартып неттік. Онан соң өттік, намысқа бірінші жылжытып алдым да, одан соң ары қарата одан сайын күштеп, бәрі берілмедім де, тарта бердім. Сонан соң нәтижеге жеттім. Енді шын айтқанда мәрені көргенде жоқпын дегенде ғой, мәреге келгенде болды, жетті, тоқта дегенге соны естідім. Шын айтқанда ана космоста жүргендей боласың да, ол кезде ешкім естімейсіз, сондай жағдай болады. Жақсы. Мұрат мырза, дәл қазір бізде эфирде жарнама. 1 минуттан кейін құрметті көрермен, өздеріңізбен қайта қауышамыз. Бұл бірге бір бағдарламасы, сұхбатымызды ары қарай жалғастырамыз. Мұрат мырза, 50 жаста осылай 100 тонналық бетонға шыдап беру үшін, автокөлікті сүйреу үшін сіз не жеп, неден бас тарттыңыз жалпы? Құпиясы неде оның? Енді оның еш құпиясы жоқ. Шынын айту керек, дұрыс тамақтану керек қой, әрине. Анау қазақша айтқанда былапыт тамақ жейді дейді ғой, мысалы, кейбіреулер болады, мысалы, ой, біз ет дейміз, ет деп, мысалы, еттен де бөлек тамақтарды енді калорияға санамаймын, шынын айтқанда. Негізі сол калорияны санап, рациональный питание дейді ғой, сондай болу керек қой негізі. Тамақ әртүрлі болу керек, клетчаткалар болу керек. Соның құпиясымен бөліссеңізші, қандай да бір дәрі қабылдайсыз ба, витамин қабылдайсыз ба? Жоқ, дәрі, витаминға қарсымын мүлдемге. Және екіншіден енді 40-тан асқан адамға ол қажеті жоқ деп ойлаймын. 40-тан асқан соң адам өзіне денсаулығын ойлау керек. Денсаулыққа пайдалы нәрселерді пайдаланып, пайдасы жоқ нәрселерден аулақ болған дұрыс. Ішімдік, мысалы, темекі дейді ғой, ол уақытынсыз беймезгіл ұйықтау, мысалы, оған мен қарсымын. Мысалы, сағат 10-да жатып, таңертең сағат 7-де тұру, сол уақытында жатып, уақытында тұру керек. Оның соң сотка дейді, мысалы, оны уақытында қарау керек, тек қана. Оның соң көбінесе сол распорядок, режим. Енді әскери адам болмасын, дағды қалыптасып қалған. Және тамақтары уақытымен ішу керек, беймезгіл уақытта тамақ іше беруге болмайды. Сосын көбінесе қимыл керек адамға. Қимыл айтады ғой, движение это жизнь деп тегін айтылмаған, ол адамның өмірін ұзартады расында да. Әрине. Кішкене де болса көкті қойып жаяу жүрген дұрыс, абзал.
жалпы әкеңіз жалаң қолымен көлікті орнынан қозғалтқан екен. Яғни бұндай қара күш сізге сонау ата бабаңыздан дарыған болып тұр ғой. Шынын айту керек, мен нағаштарыма тартқам негізі. Бойым аласа, келген сондай ұзын бойлы емеспін. Әкем бой 1.90-дай кетеді. Салмағы да баршылығы енді 90-100 келінің айналасындағы кісі. Енді ауылдың адамы қандай машина мінсін, УАЗик машиналар ғой кезіндегі. Қалаға келдім, қалада аудан орталығы ғой, енді қалаға жиі келмейді, енді көп правила вождения білмейді ғой, енді шын айтқанда машинасын дұрыс қоймаған болу керек. Онысын базардан заттар толтырып қойған ғой көлікке. Шықса ана елдер возмущается дейді, ренжіп не етіп жатыр дейді. Осын мынау былай шығарам дейді, былай шығарам дейді, енді білмейді, шығара алмайды ғой онысын. Машинаны көлікті УАЗикті артына алып көтеріп ішіндегі заттар тиеліп тұр ғой, енді нейтралға салып сүйреп шығарып қойған ғой бүйтіп бұрып. Елдің көзі бақырайды, ой мына кісі қайтеді дегендей сөйтіп неткен ғой. 2022 жылы армлифтингтен тұңғыш қазақ әлем чемпионы атандыңыз. Не, дәл осы медаль соның куәсі. Қалай қол жеткіздіңіз? 2020 жылы карантиннің кесірінен көп не болған жоқ жарыстар. 2021 жылы Қазақстан біріншілігін ұтып алдым. Оны соң көктемде күзге табан Азия біріншілігі болды. Оны ұтып алдым. Азия біріншілігін ұтып алған соң осы Астанаға осы федерацияның президенті келді бізге. Никита Леонидович Полищук дейтін кісі, федерациясының президенті. Ол кісі келіп өзі жеке бізге өз қолынан награда марапатымызды беруге келіпті. Ол кезде мен спорт шебері атағын алған, соны құжаттарын табыстап не етіп. Сол жерде мен сұрақ қойдым ол кісіден. Енді қазақта айтқан ғой, құласаң түйеден құла деп. Енді потенциал огромный еді, орысша айтқанда, енді өзім сеніп не етіп, әбден енді бірінші Қазақстанды ұтқан кезде жарайды ол не. Енді ойлайсың, мүмкін случайный победа, жай болып қалған шығар. Бірақ Азияны ұтқан кезде енді шын сенімділік пайда болды. Енді адам өседі ғой, одан ары қарата үлкен биіктерді бағындырсам деген. Қандай жарыс бар, әлем біріншілігі болады ма дегендей. Ол айтты, осына федерациясында ең үлкен жарыс ол Ресейдің Екатеринбург қаласында өтеді. Жыл сайын ол күштік спорттардың кіші олимпиадасы деп аталады. Ол жерде енді бір сөзбен айтқанда, бірақ не өз дәлелі болар, бұл жарыстың енді ауқымы, былайша айтқанда, ең рекорд қойған қатысушылардың ішінде. Ол 5000-ға тарта қатысушы қатысқан бұл жарысқа. Ол енді дүниежүзінде өтетін Арнольд Классиктен де үлкен ауқымы солай болған. Біз баратын жылы 3000-нан астам спортшы қатысты бұл жарысқа. Енді сол жерде ол кісі айтты, соған қатыссаңыздар болады. Енді ең үлкен жарыс егер өздеріңе сенімді болсаңдар деп. Ол жерде енді өз көрсеттік, не істей алатынымызды, күшіміздің мөлшерін. Енді жайдан жай барам деп айтпайсың, онда бар турист болып қайтқан тоже ешкімге енді ұнамайды. Енді бұның бір қызық оқиғасы, ол кезде жаттықтырушымен жақсылығын айтын ұртасың дейді. Нұрғалиев Серік Өтеуіш дейтін кісі бар. Осы танымал кісі, ол кісі бүкіл әлемдік полицейлер ойынының 10 дүркін чемпионы әлем. Сол кісінің қарамағында жаттығып жүрдім. Ол кісіге енді айтты, Мұрат, бар, сенде потенциал бар, істесең болады, қатыссаң болады деп. Бірақ мен өз-өзіме сенімсіз болдым. Онысын бір орысша айтқанда анекдотичный случай болды деген ғой. Қызық болып қалды. Қалай өз күшімді дәлелдесем болады, кіммен күш сынасам, қалай сынасам болады. Осыны ол айтады, Мұрат, болмаса көшеге шығып күшін сынап көрші, енді тіпті болмаса дегендей сөйтіп. Көше деген енді көшеге шығып мен мықтым деп айғайламайды ғой ешкімде. Не істесем болады екен деп. Осын ол айтады, сен мына снарядты ал да көшеге қой. Онан соң мысалы көрсін елдер, адам көп жиналатын жерде. Бір жағынан пропаганда здорового образа жизни, как бы спортты мадақтайсыңдар. Екінші жағынан осы снарядтарын көреді елдер. Мүмкін қатысушылар да табылып қалар. Елдің ішінде енді тума таланттар көп қой, шығып қалар деген. Осын мен алдымда енді жаздың күні болатын. Енді бір күні қыдырыстап жүрсем, қарасам, Атырау көпірінде елдер өстіп күш сынайтын жерлер де бар екен. Сонда барып қойдым снарядты. Қойдым да енді 3 күн қатарынан тұрдым. Кім менен көп көтереді екен деген, енді мүмкін бір көтеріп көрер деп. Өзімізше награда қойып қойғанбыз, көтерді. Енді сөзін шыны керек, маңына барғандар болды, енді мен мықтым деп ешкім кеудесін соқпайды ғой.
бірақ та ешкім көтере алмады. Онысын ана кісі айтады да, енді Мұрат ұқтың ба дейді, енді өзіңе сенімділік пайда болды ма, енді баруыңа болады ма дейді. Сосын мен айттым, әрине енді болады дегендей. Енді одан артық қажеті жоқ деп. Қатысып бірінші орын алдыңыз, иә? Барып бірінші орын алдым. Керемет. Ол жерде сол рекордты қойдым. Халықаралық дәрежедегі спорт шебері деген атақ алып келдім. Жақсы. Мұрат мырза, дәл қазір бізде эфирде жарнама уақыты. Әңгімемізді жарнамадан кейін жалғастырамыз. Құрметті көрермен, сұхбатымызды ары қарай жалғастырамыз. Мұрат мырза, қазіргі жастардың спортқа деген қызығушылығы атақ пен ақшаға негізделіп барады деген пікір бар. Сіз бұған қатысты не айтасыз? Енді жастар дейді, енді жастар әртүрлі ғой, шынын айтқанда. Негізінен қазіргі кезде жастардың көбісі ақша қуып кетті ғой. Заманда ақша билеп кеткен сияқты болып кетті. Көбінесе әйтпесе арамызда көп жігіттер бар ғой, мықты жігіттер бар. Енді ел ішінде жүрген жігіттер бар, ауылда жүрген жігіттер бар. Әсіресе біздің осы қаракөз қазақтың балалары ауылда жүріп көрінбей қалған жігіттер қаншама. Оның бәрін қаражат шешеді расында да. Жарысқа бару үшін де қаражат керек. Енді мүмкін, білмеймін, өкімет тарапынан қолдау болу керек деймін, ойлаймын ба сондай жағдайда. Сол жастардың өзін ақшаға тәуелді қылып қойды ғой, былай қарасаңыз. Өйткені неге десеңіз, енді ешқандай қаржыландыру болмағандықтан үкіметтен олар ақша табуға вынужден дейді ғой, енді мәжбүр. Көп, мысалы, жаттықтырушылар, мысалы, жаттықтырушылықтан бөлек такси айдап, мысалы, қосымша табыс тауып жүрген күнкөріс керек, бала шағалар бар дегенде сондай жағдайға келтіріп қойған кездер бар. Сондықтан енді мен оларға да көп сөкпеймін, оларды, оған да көп ренжімеймін. Таяқтың екі ұшы бар деген сияқты ғой. Бірақ та дегенмен де ақша қуып кетуге болмайды, атақ дәрежеге де болмайды. Кішкене адамгершілік болу керек, екіншіден кішкене намыс болу керек. Енді мен бір нәрсе осы Қажымқан атаны мысалға келтіремін ғой. Ол кісі де жоқшылықта жүрген, былай қарасаңыз, жартып тамақ ішпеген кездер болған. Бірақ соған қарамастан қазақпын деп осы Ресейдің ішінде мысалы жүрген, басқа ұлттарда жүрді, мысалы Францияда, Польшада, әр жерде жүрді, барлық жерде өз намысын биік ұстады. Ақшаға сатылмаған. Андай ол кезде спорт аташылары дейді ғой, келісілген мысалы күрестер болған, оған қатыспаған ол кісі. Ал өз басыңыздан ондай келісілген бір жемқорлыққа куә болған сәттер болды ма, болған жоқ па? Жоқ, өз басым ондайға шын айтқанда қалай түсіндірсем, бізде күштік спорт деген ол кішкентай немене сияқты, біз бәріміз бір-бірімізді танимыз. Күштік спортта мүлдем кездестірген жоқсыз, иә, демек? Жоқ, ол жерде белгілі, мен өзім кездестірген жоқпын. Неге десеңіз, менің қандай адам екенімді олар біледі, көп адамдар мысалы. Сондықтан ондай ұсыныстар маған түспейді де, өйткені біледі қандай жауап түсетінін. Жалпы бұрынғы жұмыс орындары солай болатын, өйткені адамды таниды да, одан қандай жауап алатынын біліп, оған көңілді ұсыныстар болмайды. Сіз қаншама жыл әскери қызметте болдыңыз? Өзіңіздің мынау қызметіңізді адал атқардым деп айта аласыз ба? Енді әрине ол былай ғой. Көбісі қазір енді жемқорлық дейді, басқа нәрселерді айтады. Адам мысалы қоршаған ортаны алдауы мүмкін. Қоршаған ортаны. Бірақ Алламен өзіңді алдай алмайсың ғой. Орысша айтқанда, ты перед своей совестью должен ответить. Шын айтқанда, ертеңгі күні ана балаларың бетіне қалай қарап айтасың? Біреу болмаса біреу айтса, мынау жемқордың баласы деген, ондай атақ өте ауыр. Бетке, сүйекке таңба ғой, шын айтқанда. Сондықтан ондай болмайды деп ойлаймын. Керемет. Бізде қазір қоғамда тағы да бір жазылмаған жара бар. Ол, яғни қорғаныс туралы айтқан кезде әскердегі мәселе де бетке шығып кетеді. Өлім жітім деген секілді. Сол туралы сіз жалпы өзіңіз армиядағы ахуалға қалай баға бересіз? Ондай жағдайлар болып жатыр. Айтады ғой, орысша факт есть упрямая деп. Факттар бар, мысалы тіркеліп жатыр. Бірақ дегенмен де менің айтарым былай. Жастарға енді үндеу сияқты ғой. Мысалы, ұл бала, еркек бала, ол Алла тағала еркек қылып жаратқан соң, ол әйел адамның қорғаушысы болу керек. Бала шағаның қорғаушысы болу керек. Отанның қорғаушысы болу керек. Енді біздің жастық шағымыз, наша юность, суровый 90-е, лихие 90-е, сол жағдайға түсті. Ол кезде мынау
жай қоршаған енді орта азаматтық адамдар, гражданский лицо дейді ғой, олардың өздерінің нан болған жоқ қой дүкендерде, шынын айтқанда ол кездерде өшіретте тұратын адамдар. Ал армияның жағдай тіпті қиын болды. Онда да тамақ жағы мысалы нашар болды, киім жағы нашар болды. Мен енді жалпы жаман деп енді оған не дей қояйын, бірақ та енді жағдайды білет, бұрын қызмет атқарған жігіттер. Дегенмен де соған қарамастан мысалы көп жігіттер отан алдындағы борышын өтеді. Шамамыз келгенше адал атқарды бәрі. Енді екіншіден сол жоқшылыққа қарамастан мысалы ол кезде былай болды, мысалы әскерден қашу көп болды. Ол кезде де, иә, қашу көп болды. Қашып жатады. Енді отанымыз ендіген аяққа тұрып жатыр ғой, бюджетте ақша жоқ. Енді бір парадокс жағдайды айтайын сізге. Ол кезде тіпті оларды іздемейтін де көбінесе. Неге іздемейді? Өйткені ол розыск деген мысалы мразкный мероприятие, ол ақша. Оны жіберетін адамға ақша, командировочный төнігі ақшасы жатқан тұрғаны бар. Кейінтін олардың бәріне амнистия дейді, мысалы кешірімшілік жарияланды даже. Сондай жағдайлар болды. Бірақ соған қарамастан барлық жігіттер қызметтерін атқарды. Енді жігіттерге менің айтатын бірақ нәрсе ғой, менің өзіме сондай принцип қойған. Өзі маған кішкентай кезімнен үйдің үлкен немере болғандықтан ата мен әженің қолында өстім. Сонда атам марқұм айтатын: балам, өзі жақсы адамға әр жерде бір кісілік орын бар дейтін. Қайда барса да. Ол біріншіден. Екіншіден, мысалы әскер деген ұл балаға берілетін өмірдегі жалғыз мүмкіндік. Өзін өзі сынайтын. Ол жерде ақаң жоқ, әке шешең жоқ, көмектесетін достарың жоқ. Өзіңмен өзің ерлердің ұжымы, мужской коллектив. Сол жерде өзіңді сынап, неге сынап көрмеске, неге бағаламасқа. Жүре аласың ба сен, сол қиындықты шыдап көтере аласың ба дегендей. Көп ұлдар қазіргі заманда ондай нәрсені мысалы мойындағысы келмейді. Мақтан тұтады: мен қашып кеттім, сөйттім, бүйттім, әскерден, енді уклонение дейді ғой, айтқанда сондай не жасадым деп. Оның несі мақтан? Өзіңізді сынап, мысалы еркек екендігіңді өз алдында дәлелдей алмасаң. Мұрат мырза, сізге енді соңғы сұрақты қояйын. Қызмет барысында ең ауыр шешім қабылдаған сәтті еске түсіріңізші. Ол қандай сәт еді? Енді дөп басып, мынандай жағдай қиын болды, мынандай жағдай қиын болды деп айта алмаймын. Қиын жағдайлар көп қой. Мысалы менің қызмет барысым енді сол 90-шы жылдарға кезіккендіктен әртүрлі жағдайлар болып тұрды. Мысалы өлім жітім деген көп болды. Атысып та жатқан жағдайлар болды ол кездерде. Мен кейіннен полицияда қызмет атқарған соң енді әртүрлі жағдайлар болды. Әрине күш қолданатын кездерде болған, енді қылмыскерлерді ұстап нету кездерде ондай нәрселер болады ғой енді. Іздестіру шараларында жүрдік сол кезде, қылмыскерлерді ұстадық дегендей. Енді оның бәрі енді қалай айтса болады, полицияның күнделікті тірлігі ғой, шынын айтқанда. Оны анау кейбіреулер баяғыда жас полицейлер келгенде айтады ғой, енді бірінші задержаниясы болады, басқа бір нәрселер болған кезде. Бұл үшін бізге марапаттайды ма деп. Бұл сенің күнделікті жұмысың ғой деп айтады. Жақсы. Енді алдағы жоспар қандай? Қысқадан нұсқа айтып берсеңіз. Алдағы жоспар енді алла қаласа осы күштік спортымен ары қарата да айналысу. Енді Алланың қалауымен тағы да мүмкіндік болса, осындай күштік номерлар қою, енді рекорд жасау. Және де ең басты жоспар ол артынан ерген шәкірттеріміз бар. Арман Сүлеймен Тасбалбан, мысалы біздің командамыздың жаттықтырушысы, сол жігітпен бірігіп, мысалы әлі біраз шәкірттер дайындау, мысалы ертең қазақ қандай дегенде міне мынандай жігіт деп көрсететіндей, ұялмай, намыстанбай көрсететін жігіттер тәрбиелеу. Керемет, сол арманға жетіңіз. Мұрат мырза, осындай ашық, шынайы сұхбат бергеніңізге алғыс білдіреміз. Құрметті көрермен, осымен бүгінгі шығарындыды аяқтаймыз. Өздеріңізбен келесі бағдарламада қайта жүздескенше. Ал бағдарламамыздың демеушісі Олимпет.